warm summer rain, sweat dripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like ooh la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it was. Bismillah, bismillahсыз ысқынма дейтін болсақ, таластың бойын жайлаған, таласбай тойын тойлаған, шудың да бойын жайлаған, шұбыртып малын айдаған, баданың бойын бойлаған, бап мен бие байлаған, сайраның бойын бойлаған, сайында соқа сайлаған, тойларымыз құтты болсын ағайын, көп Олай болса, бүгінгі дастарханымыздың өзі бекерден бекер мал шашпақтың әңгімесі емес. Қуатына білгенге құт қонады дейтін болсақ, кішкентай ғана алақандай тойымызды аламандай қылып өткізіп, кішкентай ғана қуанышымызды үлкен қуанышқа ұластырып отыратын әрине бірінші Алланың ризашылығымен өздеріңіздің жақсылық тілекті жолдауларыңызбен болмақшы. Асың барда ел танып беріп жүріп, атың барда жер танып желіп жүріп дейтін болса, бүгін барша жанашыр ағайындардың баршасын айдырып, бастарын қосып, даладай дастархан жайып, баладай сыр жүгіріп қуанып жүрген Арман мырза менен Саядай ханымға бір доғыл шапалақтарыңыз болса. Баяғыда айтқан екен дейді, үйі жоқтың күйі жоқ, күйі жоқтың миы жоқ деген екен дейді. Құдайға шүкір, енді баспаналы болып баршаңызға, яғни баспаналы болуларыңызға жұмысты болсын. Әрине дүниеге ең басты құндылық, әрине дүниеге зере атты періштелер қадам басып жатыр. Сол періштеміздің қадамы оң болсын деп, 40-тың бірі қыдыр, 1000-ның бірі уәли болып тұрсын деп, баршамыздың тілектеріміздің басы қосып, баршаларымыздың батасын алсақ, нұр үстіне нұр болып, нұрланып, әрмен қарай жақсы тілектер жолданып жатса деген ниетпенен жайылып жатқан дастарханға қош келдіңіздер, ардақты ағайын. Ендеше біздің қазақты ойпырмайтек сағат түске шақырсаң, 5-ке келеді, 5-ке шақырсаң, сол күні кешке келеді, кешке шақырсаң, әйтеуір өнек өтпей сол түнде келеді демекші. Енді бас болсын, енді ең бірінші алтау бала болса ауызда келіп, 4 өтік өтісі төбеде келеді деп, 4 қоламызды еңестіріп, минше айтар, басымыздың амандығында, саулығында, малымызды жайғап, бәрімізді айтар, айранымызды қозғап, балашаға айтар, тапсырып, үйдің кілтін айтар, жасырып, жақсылап тұрып, мәшінені жүргізіп, оны айтар, жүргізіп, минше айтар, келген уақыттарыңыз тағда амандықпен жолыққанымызға шүкіршілік етіп, тағы бір дұға шапалақ. Бұл өздеріңіз әуелі бұл шыққанда бастау қиын, одан кейін тастау қиын дейтін болсақ, көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық. Ендеше бүгінгі тойымызда санат қыздарымыздың, санат құдашыларымыздың, санаттай, жезтаңдай әнші қыздарымыздың бет пердесін, яғни тойын елге сәлем әнімен, ашумен, той егелерін ортамызға шақырамыздар ағайын. Barmısın ama
тор қызмет жасап жатсаңыздар, Алла қаласа, арманның өзі де бала шағасымен сіздердің әулетіңізде тойда да, қызықшылығында да, бар қызықшылығында жүгіріп жүріп қызмет етуіне Алла нәсіп етсін деп етеміз. Ал енді байқаймын, басын шайқаймын, Арекеннің тұңғыш ұл қыздары бар, енді олар бар. Менше осы үлкендер есеп кеткеннен кейін аса басқардың былай болғанда жас нәрестенің иісі де өзінен ұмытылып кетеді екен ғой. Ал енді Ареген жұмыста енді кешкі 9-ға дейін, 10-ға дейін, түнгі 11-ге дейін жүре берсек, қазір енді зере дүниеге келгелі сағат 5:30-да ровно үйде тұратын болды ғой. Енді бала жасы сағынып қоймай дейсіз ғой енді. Үйде анда асып жеделе алмайтын болды қазір аға. Сенбейтін болды. Барлығы зеренің иісі әйтеуір бұрынғыдай жарып, бұрқырап, жаңа үйде жаңа нәрестенің қадамы, жаңа адамдар келіп жатқан тұста, сіздер де жаңа қонақтарымыздың, жаңа алғашқы тойымыздың келіп жатқан қонақтары құтты болсын, баршаңызға жұғысты болсын дейміз енді. Бәрекелді, ендеше баталы ел азымас, батасыз қолда жармас дейтін болса, бүгінгі тойымыздың бет пердесін ашып, батамызбен гүлдендіріп, батамызбен осы жүректен шыққан ниеттерімізді баршасын түрлендіріп беретін ортамызға Асқар ағамызды шақырсақ дейміз. Келіңіз аға, тойымыздың батасын беріңіз. Арман, саяғына бүгінгі жаңа қоныстарың құтты болсын, мына бесік тойларың құтты болсын. Аман есен болыңдар. Енді мынама бата берді, батам берейін сендерге жасылап. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құдайым оңласын, қызыр бабам қолдасын. Үй іші аулаймақ аман болсын. Тыныштық баршамызға заман болсын. Табиғат таусылмастай рызық беріп, дастарханға тартылар тағам болсын. Күніміз ұлысты болсын, жеріміз ырысты болсын. Өрісіміз малға бай, дүбірлі болсын. Құда жекжат, ағайын туыс, жанға бай, өбірлі, шүбірлі болсын. Әумин. Ай бәрекелді, таусылмасына ешқашанда қуанышыңыз құтты болсын. Бүгінгі ақсақалға аяқ басқан қадамыңыз дей өтіріп. Ал ендеше ең бастысы айтар Алладан тілейміз біреу ғана аман болсын, ел жұртын адамыңыз дей келе. Тойыңыз құтты болсын аға. Рахмет. Қошеметтеріңіз болсын. Асқан сөзсіз ба, 110-ға келген апамыздың тойын басқарып жатсақ, апамыздан келіп аса босарып жатыр ғой. Апау, армансыз адам болмайды ғой, енді арманыңыз қандай? Сіздің де бір арманыңыз бар шығар десе, енді апам айтады дейді ғой. Енді қарап болсақ, апам 110-ға келген апамыздың тұңғыш баласы 90-да екен. Одан кейінгі тұңғыш немересі 70-де екен. Шөбересі 50-де, шөпшегі 20-да екен жаңа. Сөйтсе, апама, 110-ға келген апамыз айтады дейді ғой, әрине армансыз адам болмайды, менің бірақ арманым бар депті де, 90-дағы тұрған тұңғыш баласына қарап тұрып, ай осы балам қашан адам болады деп армандап жүрген деп айтады дейді ғой. Сол айтпақшы, адамның арманы таусылмайды десек те, Арман мырзаның, Сая ханымның бүгін енді арманның бір бөлшегі орындалып, Алладан берген ерекше бір ризыққа ие болып жатыр дейміз. Оның бірі әрине тағы да қайталап айтайық, баспаналы болып, өз үйін бөлек төсегінде төрінде шалқып отырғанға не жетсін дейміз. Сол енді шалқып отырған баспанамызда құтты баспана болып, дүниеге зере атты періштенің келуі, бүгінгі той тойлап, жақсы ой ойлаудың мақсаты болып жатыр дейміз ғой. Ал олай болса, сіздерге енді сәттілік, той тойға болсын, құтты болсын дейміз. Қызметтеріңізге орай
үндіс дегеніміз пілмен жүреді, машина маймен жүреді, қазақ деген шаймен жүреді дейтін болсақ, шаймен жүрген қазақ әдемі баппен шаймен жүреді дейміз ғой. Бүгінгі салауатты отырысымызда әрине перегар жүрген жерде періштелер жүрмейтін анық. Салауатты отырысымызда әрбір келген қонақтың жайында бір-бір періштеден отырып, жанында тілектеріңізді жазып отырады. Ендеше тілектеріңіздің баршасы қабыл болсын деп, қазақтың іші қызбай, ісі қызбайды, сондықтан да ішімізге ел қондырып алайық. Бағана сағат 5:30-да келген адам бар, одан кейін 7:30-да келген бар. Аш бала тоқ баланы ойнамайды, тоқ бала шықын ойнамайды дейтін болсақ, жақсылап тұрып, әдемдеп тұрып, ішке ел қондырып алайық. Ендеше әдеміден жағадан жармасқан мен үшін яғни жарылмас. Ендеше әншілер бүгін бабында жандырар өнер бағында алғашқы әнді ағайын жүрекпен тыңда қабылда дейтін болсақ, әдемі әсемі әннің әлемінен сіздерді бөлейтін облыстық филармониясымыздың дүлдүл әншісі, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Гүлназдай қарындасымызда ортамызда әні болсын. Қабылдаңыздар. Қайырлы кеш, құрметті тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын. Қазақтың әр шаңырағында осындай үлкен дүбірлеген той баршаңызға жұғысты болсын. Мына біздің атымыздан ортада тамаша ән болсын. Қазақтың халық әні «Саған халқым-ай!» тыңдаушысы болса, өтірік айтқан жақсы қолдаушысы болса дейді. Сіздерде тыңдаушысы бар жерде айтушылар шамасы айта береміз деген ниеттеміз. Олай болса,
Бүгін енді жайтаған жалпы тойдың бағдарламасымен кішігірім таныстырып өтейік. Кезінде әйгілі қолбасшы Наполеоннан сұраған екен дейді ғой, әлемді жаулап алушы сіз алдыңызға қандай мақсаттар қойдыңыз десе, Наполеон өлтірместен мен алдыма үш мақсат қойдым деп айтады дейді ғой. Біріншісі ақша, екіншісі ақша, үшіншісі де ақша деп айтқан екен. Сол себепті бүгінгі тойымыздың бірінші мақсаты би, екінші мақсаты би, жалпы айтқан кезде көтеріп көңіл күй деп жатырмыз ғой. Енді тілекке шыққан ағайынның барлығында да құлақтарын алтын сырға деп айтып қояйық. Генералдар сөйлейді, полковниктер бас изейді, қалған лейтенант капитандар қосылып билейді дейміз ғой. Енді әрине жалпы тәртіпке бас иген қол болмайды деп жатырмыз. Олай болса, мейлінше көбірек билеп, көбірек ойын ойнап, көбірек көңіл көтерсек деген ниеттеміз. Ендеше, әдебімен тойымыздың пісіндәсін бүгінгі Арекен менен Сәкеннің дайындаған сый-сияпаттарынан бастасақ деген ойдамыз. Енді ол әлбетте әрбір тойдың дәстүрінде қазір айланып келіп жатқан тойдың ең бірінші келген қонағын, яғни мәртебелісін көтеріп, жаңа шашбауын көтеріп, еркелетіп, мейлінше сый құрметке бөлендіріп қойсақ деген ниеттеміз. Енді ұйымдастыру алқасының, яғни Қазақстанды қайдам, бірақ Таразда видеокамерадан көп нәрсе жоқ шығар. Соның бірінде емес бірнешеуіне, яғни администрацияның ұйғарымымен бірінші болып тойға келген, сонау Алматының, яғни Алтын Орданың пробкасында қалып кетпейік деп, кешкі 5-дегі тойға таңғы 5-те шығып келген Гүлнар әпкеміз бен Бүбәш әпкеміз ортаға шақырайықшы. Тойдың ең бірінші қонақтары Güllar әпке, Бүбәш әпке, бар мекен аты? Ең бірінші еттігі қайтып қойды. Қошеметтеріңіз болсын. Дискотека оқы дейді тұр. Ай бәрекелді. Әлі, сол, ана 5-тен бері айтып, ұйықтап қалмайық деп әпкем кішкене жақсылап бір қыз келіп отыр. Ай бәрекелді. Енді тойымыз тағы да құтты болсын. Енді Бүбәш әпке енді айтады ғой, тойда табалдырықты дейді, аттаған кезде екеуміз бірден аттамызда болды ғой. Құтты болсын, бірден аттап, бір қадаммен келіп отқан, бір тағдыр, бір адам, бір жүрекпен келіп отқан, қос әпкемізге бірде ол шапалақ отыр, бәрі ұшқан екен. Иә. Кім қуатса, бұл тойда дәл осындай той болсын демекші, тура бүгінгі Гүлнар әпкеміз бен Бүбәш әпкеміздің энергиясы баршамызға жұғысты болсын. Той басталғаннан осылай болайық, аяғына дейін осылай тарқайық деген ниеттеміз. Ендеше ақтасарыққа лайықты әдемі тілектің кезегіне ұсынып қойып, жүректен шыққан сөз жүрекке қонақ дейтін болсақ, жүректерден шыққан жақсы-жақсы сөздерімізді, жүректерді жылытып, осы жүректерде әдемі орын алатыны сөзсіз. Ендеше тілек алтыннан да болса шапаның, жағаменен жер керек, асқан батыр болсаң да ағайын туыс ел керек дейтін болсақ, енді ағайындар қауымын ортамызға шақырғымыз келіп отыр. Жыласаң, жұбататын ағайын, құласаң, тұрғызатын ағайын, жоқ болса, бар қылатын ағайын, ағайыннан бөлініп қайда бар болайын дейтін болсақ, Бәтес апамыз бастаған, Жұпан апамыз қоштаған, Асқар ағамыз бен Гүлсімде жеңгеміз бар, жарқыраған, Беген аға Райхан шеше бар, аңқылдаған, Артық аға Замира бар, қалыспаған, Бауыржан аға Албаш шеше бар, шағыспаған, Ғамжан аға Шынардай шеше бар, аңқылдаған, төр шіркін Бауыржан яғни жеңгемізбен бірге неткен жақсы адам, Нұрлан мен Дамира бар, қанатын қайнатып, ештеңеден қалыспаған дейтін болсақ, барша ағайындардың ортамызға шақырып қойып, күйсандықтың күмбірмен, Аллаханның дүмбірмен, кәліге ағайындар, билеп келеміз кәліге!
ақжарма тілегіне қарай назар аударайық, құлақ түрейік. Баршамыз енді апаларымыздың, аталарымыздың тілегін жаттап алайық, жүрегімізде сықақтап алайық дейміз ғой. Той құтты болсын апа. Ya Allah salayım, buna toylarınız kutlu olsun. Arman, Sayar, Kuday konus toylarım kutlu olsun. Şimdi bana aynalayın, çıkındayım, bağım verip olsun. Gön azamat olsun, azamat şah. Berklerimizde olsun da şahsılık, tileyimin, gençavuklarımız zor olsun. Tahmin edelim ya, ama bunlar, olsun berklerimiz şahsılık, olsun şahsılıkla toyla gelip otursun. Rahmiyet şahırganlarının olsun, biz erizam, şahsı, ötecek, var olsun. Şahsı. Al, құрметті тойға келген көпшілік қауым, мына Сая мен Арман мен Саяның қуанышына ортақ болып келіп отырған мына қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Осындай қуаныш, осындай жақсылық барлықтарыңыздың үйлеріңізде бола берсін. Ал Арман, Сая, бүгінгі қуаныштарың құтты болсын, жаңа отауларың құтты болсын, қуаныштарың іші ұл-қызға толсын, мына кішкентайдың бағы берік болсын, үлкен азамат болып өссін, денсаулығы мықты болсын. Осындай қуаныш барлықтарыңызға жұғысты болсын. Рахмет. Ал Арман, Сая, мына қуаныштарына ортақпыз. Қазақта мақал бар ғой, мынау ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп дейді. Рахмет, мына Дүйсен ағамыздың орнында бар болғандарына өсіп өнім беріп, мынау ұлың қонысты болсын, Арман, қызың өрісті болсын. Мына келіп отырған жекжектарының бәрі мың жылдық құда болсын, аманшылық болсын. Барлықтарыңызға Алла тағала мынау менің Арман бауырым тойына келгендеріңіз бәріңізге амандық жақсылық болсын. Осы мына Зере кішкентай қызымыз бір мықты азаматша болсын. Соның қуанышына келе берейік. Арман, осы ауылда бір ұры ел болсашы балдарыңыз. Әрқайым жақсылық болсын айналайын. Саламатсыздар ма, тойға келген тойшыл қауым, келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Ал Арман, Сая жарнашылығына жасап жатқан тойларың құтты болсын, қоныстарың жайлы болсын, керегелерің кең, терезелерің тең, шаңырақтарың биік болсын. Мына кішкентай Зере қызымыздың бауы биік болсын, артынан бесе берсін, керемет бір өзің сияқты білімді азаматша болып өссін. Біз соған тілектеспіз. Әрине мінекей тәтемнің мен шешемнің жоғы білініп тұр. Әттең тәтем мен шешем осыны көргенде әбден қуаныш еді. Енді Алла алдарынан жарылқасын, жатқан жерлер жайлы болсын. Бір аунап түсіп жатқан шығар тәтем мен шешем. Сендерге тілерім тек қана бақыттың базарында, Алланың назарында бол. Екеуің бір жастықта қартайып, немереден шөбереге жетіп біз сияқты ақшашты сарқысты ата әже боларына тілектесін. Тек қана тойларың құтты болсын, тойдан тойға жалғаса берсін. Үстіп сендердің шаңырақтарына тек қана жақсылыққа тойға келуді бәрімізге Алла нәсіп етсін. Той құтты болсын. Аларман Сая жасап жатқан тойларың құтты болсын. Қоныстарың, кішкентайларың бауы берік болсын. Той-тойға ұласа берсін. Бір ер азамат ретінде бір қадам алдыға басып, бір ау деп бір демесеңіз де, беу деп бір айтып қойсаңыз. Ал бауырым, той болсын, кішкентай нәрестеге бауы берік болып, үнемі үйлеріне той болсын, қоныстарың берік болсын, шаңырағымен шаңырақтарың берік болсын, тойларың той болсын, денсаулықтарың мықты, бала-шағаларың аман болсын. Той болсын. Осы бір кісілер болсын.
қуаныштан тоймай шақырып жүрейік. Бәрекелді, қалғандарымыз естейміз. Қосыламыз ба, ай бәрекелді. Енді жаңа айтып өткеніміздей, генералдар сөйлейді, полковниктер бас изейді, қалған лейтенант, капитан, сержант, солдаттар колхоздың бәрі биліктеймізсе, ал олай болса, ең бастысы көшбасшыларымыз сөйлеп отыр. Ендеше істеген аттарыңызды, махаббатқа толы хаттарыңызды ұсынып қойсаңыздар болады. Әрине сіздерді жұлқындырып тұрып, секіртіп билеткенде мен үшін жарамас. Сондықтан билетіп барып жайғастырып қойсаң отырмыз өздерді. Ай бәрекелді. Қошеметтеңіз кәдімгі. Темекінің түр-түрі ол да спорттың бір түрі деген екен дейді ғой. Енді оқушылар қазір қайтадан келіп келеді деген ойдамыз. Олай болса, әрмен қарай жалғастыратын болсақ, барша ағайынның атынан Гүлназ қыздарымыз тамаша ән салады, қалған елдер тыңдап, там салады асаба, тағы да Гүлназ шақырып, жар салады дейміз енді. Қабыл алыңыздар, Гүлназ орнында тамаша ән болсын. Ay
ғой нағашы, анау тұрған нағашы, нағашыға қарашы, жиендері сапты жеп тұрып нағашыға жарашы, нағашы деген қандайды, үзілген жерді жалғайды. Қайда жүрсе де, қай түкпірде жүрсе де нағашы, жиенім қалай болып отыр екен деп, әрқашанда тыным таппай ойлайды дейтін болсақ, ендеше бүгінгі Арманның нағашылары мен Саяның нағашыларын ортамызға енді шақырып қоюға рұқсат етіңіздер. Ендеше жиеннің жақсы болуы нағашыдан дейтін болсақ, әрқашанда нағашысының ауылына барып, нағашының ауылына асыр салып ойнаған жиеннің желесі де, жан-жағы да, ауыл аймағы да, бота-тайлағы да ерекше болатын сөзсіз. Ендеше Арманның нағашыларын, Нартуған нағашыларын атап өтетін болсақ, Қалыш көкеміз бастаған, Гүлшат жеңгеміз қоштаған, Оразбай аға, Роза жеңге, Гүлнар әпке, Бүбәш әпке, Мариям жеңеше, Азат, Нұржан аға, Қарақас жеңеше, Еркебұлан Айгерім, Ерғазы аға, Гүлвира жеңеше, Нұрғазы аға, Ана жеңге, Шаяхмет аға, Махбуба жеңге, Қанат, Әлия, көңілі болған, Дәрия. Ендеше Саяның нағашыларын атап өтетін болсақ, Есенкүл апамыз бастап, Шауақ Ұлбала апамыз қоштап, Әсбат Бағлан, Мұрат Салима, елдің бәрі Танима, Мұрат Шолпан, Мәди Гүлнәс, Қабихан Азиза, Бексат Ғазиза, Ғани Жұлдыз, Қуаныш Пердехан, дәл осындай нартуын арқалаған нар туған нағашыларымызды ортаға асабаның алаңына шақырамыз. Келіңіздер, тілеп төріне қарай еніңіздер. Шақырайсыз. Құрметті нағашылар, ана ескі жақтан кішкене бері қарай төрге шығыңызшы, ескі жақтан бері қарай. Аха, бері қарай. Аха, бір қадам алдыға шығыңызшы, бір қадам алдыға. Бәрекелді аха, бері қарай, аха. Енді елдер ойлап қалмас, тойға елдіміз бастап, нағашылар қайтып баратыр ма деп аха. Ана ескі жақтан бері қарай жақындаңыздар аха. Мына жақтан бәрі былай қарай. Төрге қарай шығыңыздар. Ай бәрекелді. Нағашылардың орнына әрқашанда төрдейміз ғой. Олай болса, енді қызбен назмар деп қой дейді, маған енді той өзіміз қойды, Арман жақ болғанда да бірінші Саяның нағашыларынан бастасақ, құдалардан, одан кейін Арманның нағашыларымен жалғасақ деп жатырмыз. Кәнекей, олай болса, той құтты болсын. Ал Арман Сая Шайолайын, бүгінгі қуаныштарың құтты болсын, кішкентайларының бауы берік болсын, аңсаған армандарымен жүрген үйлерінде күлкі кетпесін, тек қана қуанышта болған. Осы өмірдегі бар жақсылық есімін тілеймін. Қуаныштарың құтты болсын, тойларың тойға жабыссын. Құрметті ағайын, Сая мен Арманның тойы құтты болсын. Кішкентай қыздарының бауы берік болсын. Қоныстары құтты болсын. Қоныстың іші ынтымақ берген нәрсе денсаулық болсын. Бала шағалар ешқашан жаманшылық тойтын жаңағы айтқан абысындар айтып ғой. Құдағиымыздың жолы деп. Сол кісілер бір ауылысын айтқан шығар. Сол кісілердің алларына тағзым етіп, той жасағансыздар. Алланың нұры жаусын, дендерің сау болсын. Осы бала шағаның қызығы болып шауып жүре беруге. Заманымыздың жастарының ашық болсын. Бала шағаның жақсылығы болып шауып жүре беруге. Сапыда болмайсыздар ма апалар? Енді Сая жақтағы дайындала тұрыңыздар, қойларыңыз қорда тұрыңыздар. Енді Арман жақтың енді тұлпар командасы сөйледі, сұңқар командасына бірді ол шоқлағып қояды. Келіңіз. Ассалаумағалейкум. Бүгін
берік болсын деймін. Үлкен азаматша болып өссін. Үйлерінде әрқашанда кішкентай қатын сылдырлағандар көрмейсің. Әрқашанда қуаныштарға керек, тойланып той боласың. Бақытты болыңдар екен. Ассалаумағалейкум, той сүйу қазақ елі. Мына бүгін жақсы бір той болып жатыр қожа елінде. Мына мен бөлімдегі тойы. Арман, Сая, тойларың құтты болсын. Тойларың әрқашанда той бола берсін осы шаңырақта. Алла тағалам жақсылығын беріп, берекесін берсін. Дүйсенбіден әпкеміз Роза бір анық тұрып жатқан жер осы қуаныштарды естіп, Алла тағалам. Әйтеуір әрқашан мына қоныс той құтты болсын, кішкене нәресте өсе берсін, Алла тағалам артынан жарқасын, тойдан тойға ұласа берсін. Мына ел сені сыйлап келіп отыр, екеуіңді. Алла артынан жарқасын, жақсылығын берсін. Той болсын әрқашанда осы үйде. Бәрге той құтты болсын қазір. Келсін, сонау Алматыдан ат тербетіп, анау Алтынорданың басқа 2,5 сағаттық пробкасын жарып өтіп, арманына жеткен күндерімен Саяның айтып жүрегінде Сая тапқаны құтты болсын деп жол бойы тілектің бәрі көріп деген, баяғы айтып жолдың түгел көріп деген әңгімелеріміз үшін бірді қол шапалағын қойышқан кейін. Арман, Сая, жандарымына қоныстары құтты болсын. Алдымен мына кішкентай бөпе Зеренің бауы берік болсын. Осындай қуаныштарың көп болсын. Тек тойға келейік, жақсылыққа келейік. Айтатын болсақ ішіміз толықты, ал айта алмаймын болды. Бақытты болыңдар. Айберген нағыз генерал апаларымыз келе жатыр мұнда. Бәрекелді, көпті білген емес, көпті көргенін сұрайды болса, көпті көрген емес, биыл санамызға түйгеніміз мол болсын деп отырмыз. Апаларға деген тағы да бір ошақ тақтайын кішкене. Айберген. Апа, балаларымызға дейін бір тілек айтып қойыңыз. Балаларымыз деп жатыр, мен білмеймін. Асана рахмет. Мынау Мұхаммед Әлемхан пайғамбар тұғылы қожаны. Тойларың құтты болсын. Қасиетті мына қырманларында тойларың болып жатыр. Бақ болсын, қадір тағысын. Кішкентайларың бақытты болсын, үйлерің құтты болсын. Дүниеде бақ жақсылық тілеймін. Аман болып, бақ болсын, қызыл болсын, тек қана жақсылық болсын. Әбекет, бірауыз. Саламатсыздар ма? Тойға келген көпшілік қауым, барлықтарыңызға сәлем бердім. Құрметті Арманжан, Саят, бүгінгі мынау армандар орындалады дейді ғой өмірде. Мынау арманның орындалған күні жарымына. Құда қаласа баспаналы болып атсың, баспананың артынан балалы болып атсың. Қандай керемет қос қуанышы құтты болсын жарым. Аңсаған арманыма жет. Мынау Саят екеуі өмірде бірге қол ұстасып, талай қиыншылықтар болған шығар енді адамның. Міне соның бәрін жеңіп бүгінде ел алдына, достарыңа, қайын жұртыңа, бауырларыңа есеп беріп жатыр деп ойлаймын жаным. Міне керемет мейрамханада тойлап жатсың, той қаласың жарықтарың, аңсаған армандарыңа жетіңдер. Мынау өсіріп отқан ұл қыздарыңның артынан тағы ере берсін. Құда қаласа енді бұдан да үлкен тамға кел, сенің қолыңнан бәрі келеді деп ойлаймын. Бұдан да керемет тамға кіруге тілектеспін жаным. Өмірдегі бүкіл жақсылық тілеймін. Денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Өзің бір жолың да бөлек, жөнің де бөлек бір жақсы жігіттің бірсің ғой жаным. Мен сені жақсы көремін, аман бол, денің сау болсын жаным. Тойға келіп отырған көпшілік қауым барлықтарыңызға тойыншы құтты болсын. Тойдан тойға жете берейік, басымыз аман, бауырымыз бітім болсын. Бір жақсы бір тілек дайындалды, бір қадам алға шығып. Арман, Сая, бүгінгі тойларың құтты болсын, кішкентайың бауыр берік болсын. Сендердің бастарынан мақтаймасын, бақытты отбасысыңдар, бақытты отбасы болып жүре беріңдер. Тіл көзден аман болыңдар, өсіңдер, өніңдер, көбейіңдер.
Сендерге бар жақсылықты тілеймін. Алланың көзі түзу болсын, бақытта ата-ана болып жүре беріңдер. Тойларың тойға ұласа берсін. Бәркелі басыңызға жұмыс болсын, кәлкел. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшылар қауым, Арман Саямна шекелерім бауыр жүріп болсын, Шекелі қалалы құтты болсын, Шекелі бала болсын, тойын тойға боласын, бақытты болыңдар. Бәркелі тілектеріміз қабыл болсын, қалғандарын сендер. Ақ қайындар төгіліп нұр шашады, алақанға алғызып гүл басады. Алақанға қондырған ақ сезімде жас жұбайлар жарасып сырласады. Sevgiye erdayım orunlar, havadalarını korunlar. Akdili atamız bendeki, bakıttı bolunlar bolunlar. Sevgiye erdayım orunlar, havadalarını korunlar. Akdili atamız bendeki, bakıttı bolunlar bolunlar. Тілекпен жүрекке жеткізіп, әрменен өрнектеп атқан, яғни тілектеріміз баршасы қабыл болсын. Енді баршамыз енді бір атаның баласындай, бір қолын саласындай болып келіп атқан тұста бір суретке түсіп алыңызшы қазір ақа. Одан кейін мына әдемі нәрсенің алдында бір күшті болып бір атаның баласындай. Жинап. Сана көтерекке орамын барында ойнамады білмейді. Есің алдында қыздарыңмен қыдырасыңдар. Мынау енді құда қаласа, Саят пен Арманның бұдан да үлкен тамға кіруіне ниеттестік, өзіміз бір нағашылар шашуға келіп, шашуда барлықтарыңыз ауыз тиіңіздер ал. Ай бәркелді, шашу болсын, сосын орын болуында келіншелерді шашу, табылыңыздар. Алдыңызша біздің тарамыз тамаша би болсын, жақсы сый болсын. Қайырсыздар музыка, олмады тамаша, еманды болайық. Тамашаның баршасына
сондықтан өмірлеріңіз ұзақ болсын. Кім көбірек билейді, сол ұзағынан өмір сүреді деп жатырмыз. Кім көбірек күледі, сол әрине ұзақ өмір сүреді деп жатырмыз. Ендеше жаңа айттық қой, енді ортамызда енді Арман корпорациясының атынан, Сая холдингінің атынан ерекше сый-сияпаттар дайын тұр. Ендеше мен ортаға 4 адам шақырғым келіп отыр. Енді жас ерекшелігіне қарамаймыз. Еңкейген қарттан жүгірген балаға дейін шақырамыз, 4 адам. Бірінші. Келмесе 4 адам. Қорқамыз, билетмейміз, ана ұғымаймыз, мына ұғымаймыз ақа. Экранға қара, анан тап, мынан тап демейміз ақа. Келмесе 4 адам, 4 адам. Бүкіл елдің асырылар жүректеріміз алып, оңға міне екші келеді мінекей. Да? Ой, міне. 4 адам, міне әбдемді, дұға шамлар. Біреу. Stop,
Aramızda kешегі мальчиктермен кешегі Торанды тұтқан шайындардың енді біз осаларда нағыз батырлар енді батыр қыздарды бірде ошалығы қойшы. Батыр дейтіміз сол айтады, бірде шыққан айтсаңыз соны. Осыдан кейін тағы айтамыз, жігіттер, о биіктің бәрін әйелдер алмады деп ақы. Сондықтан да биікке де кішкене ұмтылуымыз керек. Олай болса, енді 5 кісі ортамызда тұр. Енді жаңа айтыппыз ғой, біз қызымыздың аты кім? Зере. Олай болса Зеренің тойында яғни зердемізді дамытатын, зеректігімізді оятатын, ерекше бір әйтеуір инновацияны былай болған кезде интеллектуалды сондай сұрақтар болады. Олай болса қабылдады. Мен дәл тарелкам қойды, ет салынған емес ана. Жоқ, ол емес. Сұрақ қана. Енді байқайсыздар ғой енді, Саяның өзінде мұғалім, сондықтан енді қазір экзамен аламыз бесеуімізден. Ал олай болса бірінші бісміллә, любой билетті алайық. Тақтай тұрмыз, ақыр. Енді қоя тұрмыз. Сонымен? Көгентүп дегеніміз не? Қазақтың салт дәстүрінде кішкене жаңғыртып отырайық. Анша-мұнша белый розы анау деп билетпей, басқа көгентүп дегеніміз не? Білетіндеріміз көгентүп салт дәстүр, ол деген не? Салт дәстүр болғанда да енді ерекше. Енді Google атадан сұрамаймыз, Google ападан да сұрамаймыз аға. Осы жерде. Көгентүп 1, көгентүп 2. Салт дәстүрі қандай? Ырым, салт дәстүр. Көгентүп дегеніміз не? Ағайын туысқанда қатысы бар, әрине ағайын болмайды, не өлді, іштен өлмейді. Сонымен көгентүп дегеніміз бәрекет салт дәстүр. Бірақ қандай салт дәстүр? Ағайын туыстың арасында дейді. Енді осымен қазақтар арасында емес қой, бәрекелді. Оны ағайын туыстың арасында не мағынаны білдіреді? Ой, бәрекелді қошеметтеріңіз еді. Сәл-сәл жақсы кішкене аға. 20-шы ғасырға лайықты сұрақтар деп қоямыз, жауап деп қоямыз. Олай болса көгентүп дегеніміз кішкентай балаға құлын не бұзау арнап белгілейді, көбінесе ағайын арасында сыйластық үшін жасалады дейді. Ой, күшті өтті. Қошеметтеріңіз. Атына бір панар беріп қояды. Қошеметтеріңіз, Ал енді сіздікі ай бәрекет, тоқым қағар дегеніміз қандай салт дәстүр? Негізі ер балаға арналған тоқым қағар деген мынау нағашылар жағына келген кезде бұл негізі ер балаларға, кішкентай балаларға кезде нағашылар жағына келгенде тоқым қағар деп ат жаңағы тоқым. Әйтеуір нағашыларды күрестендіп, нағашылардан ала беру керек, нағашыларды әйтеуір бір әйтеуір ағашыл. Нағашыларды ат мінгізе беру керек, нағашылар бәрін істей беру керек. Қандай сонымен тоқым қағар? Негізі дұрыс былай, нағашылар деген аттасаңыз сонымен? Онда общий ер адамға келген тоқым қағар ер балаға берілетін сый. Ошы әкеміздің жауабын түсіндіңіздер ғой, бір қадам алға шықты. Не әкеміздің жауабы бойынша, ошы жігіттер не алғанда не қылады, сөйтекті атқа не жүреді, не барға не жібереді. Ай бәрекелді, панар пісті үйі, тоқым бағар үшін аты.
тоқымаға деген соңғы атамызға мысалға жас жігіт жорыққа немесе үлкен сапарға алғаш аттанар алдында оған арнап ас беріледі. Бұл яғни сондай дәстүр екен дейміз аға. Яғни жаугерші заманы үшін нормальный айтып жіберген әңгіме ғой аға. Сонымен сыр алды дегеніміз не? Қандай дәстүр? Ойлап қояйық. Ойпырмай өмір деген баяғы бері осындай еңбектеп қойылсын. Аха, сыр алды. Сыбағы дегеніміз, сыбағаның тағы бір түрі бар, қандай бір. Не алса не қылып жіберетін ше бір. Сонымен сыралғы 1, сыралғы 2, сыралғы ана жақта апамның айтуы бойынша сыралғы дегеніміз қонақ аңнан не балықтан алғашқы олжасын үй иесіне сыйлайды. Яғни сыралғы дегеніміз солай деп аталады екен. Сыралғы үшін бір доға шапалақ және де қадар қылыңыздар қойылсын. Бәрі кеді аға, қошемет ексен әкеу. Аха, келесі. Одан көрі ана енді тапшырысыңыз жақсы деп отырады аға. Сонымен? Қап-қағар. Қап-қағар дегеніміз не? Ана босаған ұнның қабын қағып қайтадан ішіне бірдеңе салу емес. Сонымен? Аха, оны балаға байланысты, жерге де байланысты, ана балаға да байланысты. Қап-қағар дегеніміз соны. В общем, аха, тойға да келесіз, ойға да барасыз, қырға да шығамыз, сол кезде жалпы қап-қағар дегеніміз. Бөлісіп жүйе ма? Туысқандармен Та, сол менде әлі жаз өткеннен кейін күз бар, күзден кейін қыс бар. Аха. Енді қап-қағар дегеніміз ол сол менің анау соңғы басында бәрі беріп жіберіп өзі қаптың түбінде қағып отыратын нәрсе емес. Яғни қап-қағар дегеніміз баланы алғаш аңшылыққа, сапарға шығарда жасалатын ағым екен дейміз ғой. Ана алғаш аңға кетіп барды. Осы бәрі аман барып, аман қайт деген айналасында аға. Қошеметтеріңіз. Сонымен келесі сұрағымыз, соңғы сұрақ. Бәсіре дегеніміз қандай арам салт дәстүр? Бәсіре дегеніміз не? Оны нағашыларға да қатысты, ағайынға да қатысты, дос-жаранға да бәріне қатысты. Енді әсіре сілтеп жіберуді бөліп, бәсіре деген де бар екен. Бәсіре дегеніміз не? Отырған кісілердің бәрі өлеңге айтты, бәсіре дегеніміз не? Сонымен Google атадан да үн жоқ, Google атаның өзі де білмейді екен. Сонымен бәсіре бір. Босанған сәліге де қатысты ақыр. Қалай не? Балаға малы беріп типа, аталы ғой? Өй деген, типағдай не бұлай, типағдай мен нақтағдай ақыр осы. В общем,
түсіндіңіздер ғой, бала мен балаға жағында, үшін бала қазақ енді балбақтан елміз, әрқашанда шарланып қуанған елміз деп жатырмыз. Ендеше мәселе дегеніміз сол, балаға арнап, арнайы құлып, қозып, бұзау арнап, оны өсіріп береді. Ол бал кейін ол баланың өз меншік болып қалатыны сөзсіз. Қошеметтеріңіз! Енді алғашқы ойымыз осындай, келесі ойға адам шықпай қойған дейміз. Енді келесі ойымыз одан да жеңілдеу болады, бұл енді алғашқы олай болса дастарханға жайғасып қойыңыздар. Қошеметтеріңіз болсын. Бұл кісілердің арқасында кішкене салт-дәстүрімізді бір жаңғыртып қойдық. Бұл енді әрбір тойға барған кезде тойдың өзі келіп бекерден асыра сілтеп кету емес, тойдың өзі де бір салт-дәстүрімізден, ырымымыздан, қазақылық, яғни дәстүрімізден кішкене исаңдытып қойсақ та нұр үстіне нұр деп жатырмыз. Қызымыздың аты Зере деп қойғанымыз да бекерден емес, Зеренің яғни тойында зерделі де, зерелі жандар келіп жатқан тұста зереліктігімізді де байқатып отырсақ нұр үстіне нұр дейміз ғой. Ал ендеше келесі тілегімізді Зеренің де жалпы нағашылары, жалпы құда-құдағиларымызды ортаға шақырып қойсақ, әрқашанда жақсылық жасап, жарысадан осындағы әулетте қандай қуаныш бар деп қалыспайтын, осыны енді бір-бірін ешқашанда аңдыспайтын құда-құдағилар бар, жарқылдаған, аузын ашып жүре көрінеді ғой, аңқылдаған. Құда мен құдағиларды ортамызға шақырайық, өздері еткен жақсы адам, жарқын адам дейгелі, Айша, яғни өкіл мамасы бастаған, Жадыра құдағи қоштаған, Қаржау құда, Зағира құдағи, сондай-ақ Зеренің нағашы ата-апасы, яғни әулеттің, яғни қожалардың құда-құдағия, Әлишері құдамыз бастаған, Күләйла анамыз қоштаған, Әбдібаш ата, Алия апа, Манар әпке, Закира әпке, Гүлнар әпке, Сакен аға, Әния жише, Сифулла аға, Роза жише, Балтабай жезде, Эльмира әпке. Келіңіздер ардақты асыл құда-құдағилар. Қошеметтеріңіз кәдімгі. Олай болса, қазақ әдемі сөзге емес, әділ сөзге тоқтаған халықпыз. Ол бастан енді айтатын болса, әділдігін айтып, жол-жолмен, жөн-жөнмен сөйлеп қойған дұрыс деп ойлаймыз. Ал енді әулетке кім бірінші құда болды деп қойшы. Көкемізден бастайық, Айберекет. Әбекеңнен бастайық. Sevgisinin kanını gösterme. Kurayımın iyi olan insanı Anaşağı savunmasın, Alman ekmeği bakımı. Toyda
Toylarım kutlu olsun. Жақсы жаңалықтар қойып жатыр. Гүлдерің тек болашағымыз түсіне толсын, қуаныштарға, жақсылықтарға толсын.